Сәлем қыздар, бүгін сіздермен балаға арнап осындай классикалық шалбар тігетін боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Мен матамды қойып алдым. Екеуін де қойып алдым. Енді булавка қадап, бормен белгілеп аламыз. Мынау менде матаның теріс беті, мына жағы да ашық болу керек. Қазір мен мына жақты былай қиямын. Так. Неміз лекалымыз қалай тұр, дәл солай бормен белгілеп, қазір осына қиып шығатын боламыз. Шалбарды қиған кезде мына выточкасын қиып алып тастап жүрмеңіздер. Бұны қазір былай тігетін боламыз. Выточкасын ең бірінші мына жаққа, екінші жағына түсіру керек. Выточкасын. Осылай қоямыз да. Мына жақта былай ұрамыз осылай. Мына жаққа түсті. Бізге выточка енді осыны бастырып сызып аласыздар. Қазір мына екінші жағына да дәл солай істейміз. Одан кейін мына выточкаларын тігіп аламыз. Одан кейін біз қалтасын жасауымыз керек. Шалбардың қалтасын жасайтын боламыз. Мен осындай матаны қиып алдым. 21-де 17. Алдыңғы бойымызды алып келеміз де осы жаққа қоямыз. Мынаны былай екі бүктейміз. Матамызды шалбарымыздың алдыңғы бөлігін осылай қоямыз. Осылай қойып, булавкамен қадап аламыз. Енді мына жақты бормен сызып аламыз. Қалтасын осылай сызып аламыз. Енді бізде мынау екі мата ғой. Мынау сол күйі қалады. Мына бөлігін қиып алып тастаймыз. Мына жағын қиып алып тастаймыз. Қиып алып тастадық. Енді мына екеуін тігетін боламыз. Ішкі жағынан осы жерді тігіп аламыз. Лапканың бойымен осылай тігіп алатын боламыз. Енді сыртқы беті мына тіккен тігісімізді мына қалта жаққа қаратып 0,1 мм-да тігіп шығатын боламыз. Сыртқы бетінен тігіп алдық. Енді қалтамызды осылай түзулеп аламыз. Енді мына жақты тігіп шығатын боламыз. Лапканың бойымен тігіп шығасыздар. Тігіп болған соң
мына жаққа булавка қадаймыз, мына жаққа да қадаймыз. Мына немізді, мына қалтаның орнын жақсылап үтіктеп шығасыздар. Енді біз мына шалбардың алдыңғы бөлігімен мына артын қосатын боламыз. Бір алды, бір артын аламыз. Бірінші мына жақты. Оң бетіне қаратып, мына жерге булавка қадап аласыздар да, түзу тігіс түсіреміз. Түзу тігіс түсіреміз де, одан кейін мына жақты да былай тігіп аласыздар. Боковой тігісті де мына жерде бізде қалта бар, бәрін алып кетуіміз керек. Қалтаны бәрін қосып тігіп, осылай ұзыннан ұзақ тігесіздер. Мен тігіп шықтым екі жағында. Екінші жағында, екінші балақты да дәл осылай алды мен артын қосып тігіп шығасыздар да, мына екі жақтан оверлоктайсыздар. Егер оверлок жоқ болса, зигзагпен тіксеңіздер болады. Бізге мына ау тігістерін қосу керек. Ол үшін мына гульфиктің басталған тұсынан мына жерден осылай булавкамен қадап аламыз да, былай тігіп шығамыз. Мына жерге келгенде, тігіс түскен жерге келгенде, тігістер екеу екі жаққа қарап жату керек. Біреуін былай, біреуін былай. Осылай тігіп шығамыз. Осылай до конца лапканың бойымен тігіп шығасыздар. Мына жерден бастаймыз. Басында және аяғында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Осылай тігіп, оверлоктап шығамыз. Енді бізге замок орнату керек. Мына жақтан мына оң жақтағы гульфиктан 2,5 см белгілеп алдым. Енді осыны былай қайырамыз. Мына замогымызды былай қоямыз. Тура ұшын осы жерге әкеп, былай булавкамен қадап аламыз. Бірінші осы немен ине жіппен көктеп алсаңыздар болады. Тура осы жанынан көктеп аламыз. Көктеп аламыз да, былай түзу тігіс түсіреміз. Мен көктеп алдым замогын. Енді осы жерді тігіп шығатын боламын. Мына лапкамызды ауыстырамыз, замокқа арналған лапкамен тігетін боламыз. Енді екінші жағын тігу керек мына замоктың. Мына гульфигімізді былай қайырамыз. Мына жақ түзу болу керек. Осылай қайырып, мына жағын булавкамен қадап аламыз. Енді мына жақтан былай тігіс түсіреміз. Мына жақтан мен 2 см белгілеп алам. Бізде былай тігіс түсу керек. Мына жақтан былай сыртынан тігіс түсіреміз. Сонда мына жақтағы замок бірге тігіліп кету керек. Мына жақтағы замокты бірге алып тігіп кету керек. Мен лапкамды жай лапкаға ауыстырдым. Енді мына жерден тігетін боламыз. Мына жақтан бастайық.
мына жерден закрепка береміз. Замогын тігіп алдық. Енді бізге мына беліне белдік салу керек. Ол үшін белімізді айналдыра өлшеп аламыз. Енді бізге белдік жасау керек. Мен белдікті дайындап алдым. Белдіктің ұзындығы мына біздің шалбардың бел айналымен бірдей. Плюс тігіске 2 см қостым. Ал ені менде 8 см. Ең бірінші міне белдікті былай ішке қаратып, былай тігіс түсіресіздер. Екі жағынан да. Одан кейін оң бетіне қайырып, мына жаққа әкеп, булавкамен қадап, осылай айналдыра тігіп шығамыз барлығын. Белдігін тігіп алдық. Енді мына тігісімізді осылай қаратып, мына жақтан 1-2 мм-да тігіп шығатын боламыз айналдыра. Енді бізге түймелік жасау керек. Ол үшін мына түймемізді өлшеп аламыз. Менде түйме 1 см. Так, мен мына жерден 1,5-ды белгілеп алам. Мына аралықтан тура ортасынан. Мына осы аралық бізде түймелік болу керек осы жерде. Түймелік жасаймыз осы жерге. Ал мына жақта бізде түйме тұратын болады. Мынау сонда былай келеді. Енді бізде етегі қалды. Етегін оверлоктап 1 см қайырып айналдыра тігіп шығасыздар. Шалбарымыз дайын болды. Түймесін орнаттым.